оқыңызшы, пара берген адамды антикорға ұстап берген адам туралы айтыңызшы. Дұрыс жасады ма, әлде бұрыс па? Пара алу, беру күнә ғой. Ұстап беру туралы дін не дейді? Пара алатын адамды, осыны жақсылап естіп алыңыздар. Пара алғыш парақорды антикорға ұстап беру сауап болады. Мемлекетіміз бүкіл ел болып бұл коррупциямен құтыла алмай жатырмыз. Оны сен аясаң, примерно былай, машинамен біреуді қағатын адам бар, арақшы алып дейді. Білеміз, біреудің баласын өлтірді, ақша беріп шығып кетті, тағы біреуді қағып өлтірді. Біз қашан өле береміз, қазақ өліп бітпей ме бәрі? Бұл ар-раши уәл мурташи финнари. Пара бергенде, пара алғанда тозақта болады деген ашық хадистер. Сенің жағдайы қалай болса, бүкіл қазақты елді құртып жатқан осы парақорлық. Қандай деңгейде болса да, қандай деңгейде, қандай қызметте болса да, пара алатын, параға итермелейтін адам өзіне тозақты қазған болады. Оның намазы да қабыл болмайды. Сондықтан, ардақтылар, парадан біз құтылуымыз керек. Паралық дәреже өту керек. Бұл осы Совет үкіметінен қалған, соны көргендер, түк көрмеген болып, ел тонағандар болып есептеледі. Бір тиыны да арам параның. Бір тиыны, миллион емес, тиыны. Өткенде айтып беріп пен, бір қарындасым жазады, жұмыста қағаз қалады дейді. Енді акиматта жұмыс істеймін дейді, пешеттағанда қағаз қалады дейді. Сол қағаз үйге алып кетсем бола ма дейді. Соны айтып, бір министр тоже 1-2 миллиард қалып қалады, 1-2 миллиардты ала салады дедім. Ой, менің екі қағазым миллиардпен салыстырмаңызшы дейді. Ол министрге 2 миллиард тура сол сияқты дедім. Қағаз сияқты шемейді. Дейді, қол қояды, кетіп қалады, былай қарай 2 миллиард. Ол саған сол. Бүкіл ел ұрласа, сен ұрлама. Сен ұрлама, сонда біз жеңеміз бұны. Мен ұрламайын, сен екеу боламыз біз, үшеу боламыз. Жалғыз өзің болсаң да, жалғыз өзіңіз болсаңыз да сіз жеңімпазсыз. Алланың алдында жеңімпазсыз. Қазақты тонамаңыздар. Онсыз да тоналып біттік біз. Кім көрінгеннің, тістегеннің аузында кеттік. Енді мемлекет құрамыз ба десек, тағы да осы иттіктен құтыламай жатырмыз. Арам. Пәре бермей жұмыстан шығып кетсең, пәре сұраса, Алланың алдында сауаптысың. Құдай ризығыңды мол қылып береді. Басқа жағынан береді. Сондықтан қойыңыздар.